Қазақтың бір ақын айтады, әрбір әйел өз шаңырағының қайрағы дейді, әрбір ер азамат сол шаңырақтың байрағы дейді. Мынау 80-лердің қыздары осы келес өңірінің қызғалдағы болып жүре берсін. Мынау 80-лердің жігіттері осы келес өңірінің байрағы болып жүре берсін. 20 жылдық құтты болсын. Рахмет ағалар, енді мынау сіздерге деген арнайы өздеріңіздің кейінгі інілеріңіздің құрметі ізет деп біліңіздер. Ағаларға деген сый сияпат табыстайық. Қанекей, тапсырайық, құттықтап қояйық. Рахмет ағалар. Төрге шығайық, жайғасайық, бір ағаларды алып барып бір кішкене жол-жолдығын жасайық. Алтынбастарыңыз, ақтастар көрсетіңіздер. Ал енді мына сырттағы барша жігіттер, қыздар кіргізейікші, мына толып тұрған қонақ едік. Что-то байқалмай жатыр. Мен енді былай жасайын. Маған 6 жігіт кесінші, А класстан 3 жігіт, Б класстан 3 жігіт, бір әдемі ойын ойнайықшы. Келіңіздер енді. Енді мынау әрқайсымыз бір тілек айта беретін бір микрофон деген қойдың басы емес қой енді. Ниет бір, тілек бір, енді тілеулес болып келгеннен кейін А классынан 3 жігіт ойын ойнаймыз. Жақсылап тұрып шақырайықшы келсінші. А классынан 3 жігіт, Б классынан 3 жігіт. Қайықты өзін ойын. Келіңіздер. Маған 6 минералка беріңіздер. Нерде бір екеуі бар екен. Ағалар кішкене көмектесіңіздер. Мына кісіге біреу бер, мына кісіге біреу бер. Алып келіңіздер өтініш енді, 6 бір минералканы. Ал, мына кімге, неге ұқсап жатыр? Айтыңыздаршы, неге ұқсап жатыр мына жігіттер? Болды ғой, рахмет. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, мына киім кімнің киімі екен? Кішкентай ғана балалардың киімі, я? Бүгін бұл ойынды ұйымдастырған себебіміз біздің Берік ағамыз бен Базаргүл ханымның туған күні. Сол туған күніне біздің тартуымыз болсын деп арнайы құттықтап қояйық ол кісілерді. Қол соғып. Осы бір туған күннен кішкентай ғана бір жастық шақты еске алу. Бұл кісілер кішкентай балдар. Енді мына жерде былай жасаймыз. Жақсылап тұрып бірінші билейміз. Қалай билейміз? Мына горшокты көрдіңіздер ма? Бұтынан жіберіп қойын деп отқан баланың биін істейміз. Бұтынан жіберіп қойын деп отқан бала. Бәріміз білеміз, о бала өсіріп жатырмыз. Сол баланың образын саламыз. Сосын барып, ең бастапқысы мынаны 3 рет айналамыз. Мен санаймын. Сіздер горшокқа жүгіресіздер, біреу кем. Жоқ, бірінші билеп аламыз. Билеп аламыз бірінші. Алдарыңызға жақсылап қойыңыздар. Бірінші билеп аламыз. Сосын барып 3 рет мынаны айналамыз. Горшокқа отырамыз. Горшокқа отырған кезде бұтыңыздағын шешіп отырасыздар. Я? Ал, жігіттер дайынбыз ба? Бірінші жақсылап бір детский музыка қойшы. Бір кішкентай балалардың бұтынан жіберіп қойын деп отқан образын салайықшы. Ал, жібер. Бұтынан жіберіп қойын деп отқан. Қыстай, бұтында қыз. Ал, енді айналамыз. 1, 2, 3. Бұтыңды шешіп отыр. Бұтыңды шеш. Астынан тартып ал горшокты. Тартып ал горшокты. Тартып ал горшокты. Горшокты қой. Болды. Отыр. Горшоктан тұрма. Тұрма горшокты. Горшоктан тұрма. Отыр. Шешіп отыр. Шешіп отыр. Бере салың. Отыр. Келіңіз, берішіңіз еді. Қарамаңда жақтамасын. Байкенге шапқан беріп бердіңізші. Енді ана жерде бар ғой. Бүгін күндізден бір тамбай жүрген жігіт бар да. Тамбай жүр. Осы жігіттер барлығы бар. Арсалысып әйтеуір жүгіріп жатыр. Бұл бейшаралар туалетке де барған жоқ. Мен соны ойлап шақырдым. Не болды? Қағаз алдыртайын ба?
Ал, рахмет енді жүріңіздер. Біреу қысқара. Бірінші, екінші, үшінші орынға приз бар. Приз дайындай беріңіздер. Біреу қысқарады енді. Енді жақсылап тұрып енді біріншісі репетиция болды. Жаңағы бір ағамыз қайда форманы шешіп бересіз. Арғы столға қоя салыңыз. Ал енді жігіттер, ойынның шартын түсіндіңіздер ғой. Бірінші, екінші орынға жаңа призіміз бар. Жаңағы кеткенді қайтару керек анадан. Ап қойдым мен специально соны таратамын қазір. Ал онда музыка жібер. Жақсылап бірінші билейміз. Best music presents. Қошемет. Ал айналамыз. 1, 2, 5-ке дейін. 3, 5-ке дейін. Қайтарғаға. 5-ке дейін. Әр неде 2-2-ден қосыла береді. Ал басынан айналамыз. Давай шығар музыканы, шығар. 1, 2, 3, айналамыз. 5, табан шешіп отыр. Астын қатып қой. Болмайды мынау. Болмайды, болмайды негіз. Бұған әбден памперс кигізіп үйреткен ғой, гаршонға емес. Білмеймін ғой енді. Или бұтыңа жіберіп жүргесін ба? Азыр әрине. Қана кел, ана жерге шешіп қойсаңыздар. Ал, келіңіздер. Енді жаңағы, бірінші, екінші, үшінші орынға приз дайындаңдар, братан. Апшық қоя бер, мына кісілердің шабыны оянсын. Ал, енді кеттік енді, осы жерде басталады, қырғын соғыс. Енді мына үлгермегендер астындағысын жұлып ал. Тартып ап қой. Бұтыңа жіберіп келмесе, оны да жасайсың. Ал, ондай, енді бұлай жасайық ағалар. Маған алып беріп, бірінші, екінші ойын неғылды. Манадан қыстап тұрып ойналамыз. Қыстап тұрып ойналамыз бұлайны, сәл араларыңыз ашықтау болыңыздар. Бір-бірлеріңізге кедергі берместер. Енді жігіттер жақсылап музыка енді. Жібер, шоғына жіберші бір. Жақсылап билеңіз бірінші ағалар. Давай. Асықпай қайнамыз. Билеп аламыз бірінші. Ана өйтіп кетті. Ал енді ағалар, мынандай жасайық. Осы ұшағыма әкеңдер приз. Әкеңдер өшірді, қашақты отырған жеріне бір. Әкеңдер, приз әкеңдер. Жаңағы кән 100 грамм анамға. Ағалар. Ал келіңдер. Енді мынау 81-лер сіздер қызмет көрсетeceğіңіздер енді өшірді. Айбет дейсіздер, Ал, алып келіңіздер. 81 жігіттер. Міне қарай әкеле бер, дос бол. Су шетіне су бер. Арақ шетіне арақ бер. Күн әкел. Алдыр, ей! Қарт жерге финалға жеткен үшін. Рахмет. Ал енді ағалар жүріңіздер мына шықырайын. Қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Рахмет. Енді мынау құрметті ағалар, сіздерді арғыра қинамай қойып, бір кішкене осындай. Біз жаңа айтып өттік, бұл ойын детский, жаңа жас кезде еске түсіруден.
Жаңа біздің Берік ағамыз бенен Базаргүл ханымға деген біздің осы достарының тартуы. Бір балалық шақтан естелік. Қол соғып қойыңыздар. Рахмет ағалар сіздерге. Құрметті ағалар, енді мен тілек кезегіне шақырайын. Әдейі бір тілекті шақырып, жалпы 81-лер. 79-дар шақырып қойдым ғой жаңа. Шақырып қойдым ғой, айнау. 12-ге дейін бір тамада, 12-ден кейін бәрі тамада дегендей. Ал, келіңіздер. 82-лер, сіздер де келіңіздер. Жаңа 81-82-лер. Келіңіздер ағалар. Ал, не дейміз мынау? Былай айтсақ, ағалар, әпшелер десем жаңылыспаймын. Сіздер енді жаңағыдай бір жыл болса да бір паузын киді, ерте тоздырған адамдарсыздар ғой. Мынау біріншіден апайларымызға, ағайларымызға, апайлар сіздер бізді мама деп айтуыма жарасады, ағайларымызды папа деп айтуымызға жарасады. Рахмет сіздерге, сіздер білім бердіңіздер бізге. Сіздер болмасаңыздар біз екі әріпті қосып оқи алмайтын едік, мойындаймыз оны. Сіздерге үлкен рахмет, келгендеріңізге рахмет. Құдай қаласа ендігі жыл біздің де 20 жылдыққа келесіздер. Ағаларым мен әпкелеріме айтатыным, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, әрдайым осылай жүздеріңізден күлкі кетпесін, қуанышта жүріңіздер, отбасыларыңызда амандық, семьяларыңызда бақыт, ұл-қыздарыңыздың рахатын көріңіздер. Осы дүниедегі барлық жақсылықты сіздерге тілеймін, сіздерге әрдайым қызметтемін, әрдайым дос болдыңыздар, болды. Рахмет сіздердің барларыңызға рахмет. Біз сіздердің арқаларыңызда өскенімізге қуанамын мен. Рахмет сіздерге үлкен. Ассалаумағалейкум. Ал не дейміз? Аспанның асылы, жапырақтың жасылы, алтыннан ардақты, күмістен салмақты деп отыр. 80-лерге бәрінде жалын сәлем. 81-лерден. Не дейміз? Ғалымда шахтерда бас едің, ұстазым бар сенің қасиетің. Білім берген, ой берген, ақыл берген, кетпейді ғой, ойымнан асыл бейнеңнен. Сол сияқты ұстаздарымызға рахмет, білім берді бізге, ой берді, ақыл берді. А то қазір жүретін едік көшеде. Сіздердің арқаларыңызда Құндыз апайды есіме түседі, баяғыда английскийден сабақ бергенде, ол кезде английский түсінбейміз. Әйтеуір көзін жұмып алып, мынаны оқиды, шиіз дегенді мен шәліппек деп ұра салдым да. Басыма шәліппек деп басыма салып алып, не алдым ғой? Білмеймін деп қоямын. Сол кезде есіме түсіп жатыр да. Негізі сіздерге рахмет, сіздердің арқаларыңызда Құдайға шүкір қазір английскийді да, немецкий бәрін, даже турецкийге шейін жаттап алдық, Құдай қаласа. Не дейміз? Бақытты болыңыздар. Мынау 80-лерге не дейміз? Бізде кішігірім сіздерге сыйлықтарымыз бар міне. Қазір ашып көрсетейік. Жоқ, тілек айта береді ғой, просто кішігірім көрсетейік. Міне, бізден сіздерге үлкен винетка. На память, мектептіге іліп қойыңыздар. Архивке іліп қойыңыздар. Бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде қараңыздар. Мына жерде бір пацан біреу бар міне, бірінші болып тұрған. Кім танып жатыр? Ал. Көрдің? Сол кезде ход болмаған, зайчик болып қашып кетті. Одан кейін кім мынау? Вот, едікте зайчик болып кеткен. Мынау кім? Ода, мынау кім? Көрдіңіздер ме? Бәрі өзгерген. Ұстаздарымызда бәрі. Бәрі алтымен қосады. Иә, міне 81-лерде естелік сіздерге архивтен, міне. Ал, Қоржан, өзің мектеп келесің ба? Өзің бастайсың міне. Иә, аманат, міне, біз 81-лерден өзгеше бір сыйлық жасадық сендерге. Бір еске алып, араларында бар бұл дүниеде өтпеген оқушылар, ұстаздарымыз да бар. Соны бір еске алып, бәріміз неғып дайындаған сыйлығымыз кішігірім. Ендігі жыл сіздерге
біздің 20 жылдықта қонақ болыңыздар сіздер құда қаласа. Бұдан да үлкен дастарханда келсек, 80-ші жылдар той молодец. Просто ол кезде свет көп өшпеген ғой. 81-де көп өшкен, 81-де жаман көп бізде. Енді жыл, кетіп қалуы мүмкін. Айтып қойын. Қазір мен балам оқиды. Білмеймін, осы жыл свет негізі көп өшіп жатыр да. Мен балам Е деген класста оқиды. Бірінші Е класс деген сол кезде ойлаңыз. Где-то 8-ші ма 9-ші классында жаман көп та сол кезде Назарбаев президентіміз айтқандай Қазақстанның ұрпағын көбейте берсін деген ғой. Ол кезде 80-81-лерде Сталиннің уақыты болғаннан кейін Ленинді қысып отыр дегеннен кейін бәріміз қорқып отырғанбыз. Қазір егемен Құдайға шүкір ел алдық. Наоборот, Қазақстанды көбейту керек, көркейту керек. Не дейміз? Бүкіл дүние жүзге таныту керек деді ғой. Сол сияқты мынау бала шағамызды құржатпай, осы вечерден кейін 80-лер алға жезделер, әмшелер құржатпай, түнде свет өшеріңіздер дәлші. Асан қайшын! Ай, өтпеңдер! Ал, елің тосы, айтар көрейін. Альжан, сен сөйлес, сен мамам тұрағын деп біз сөйлемейді. Olsun çılmazlıklarımız karpışın, dinlerin sağ olsun. Anam ayıp etmişler vaxtında. Barklarını öldürüp. Son sizlerine dileyim. Bu vaxtda ayıpkanda. Barklarınız baklı olunlar, artık öldüreyim. Dinlerin sağ olun. Ал ұстаздар, сіздерге рахмет. Бүгін келіп бір қуанттыңыздар. 80 ағалар дейміз. Өзім бір қуанып отырмын. Әпкелеріміз деп айтсақ та жарасып, бәріміз бүгін жиналып, мектептің уақытын бір еске алып, былайша айтқанда. Рахмет бәрімізге естіп, ұйымдастырып жатқанымызға. Бәріміз аман болайық. Құдай қаласа, деді баян өткендей, Құдай қаласа келесі жылы осы уақытта осы ауылда жолығамыз деген ниеттеміз. Аман болайық. Бәрекелді болсын, Дәулет. Досымның сөзін мен ары-ары жалғастыра кетейін. Дәулет досым дұрыс айтты. Құдай қаласа, амандық болса, баршамыз ендігі жылы осы уақытта осында қанша Тұрсын, сізге мүше етпедім ба деп сұрауатым да Рұшатыңызда біз тілек етіп өтірек. Амандық болса, ендік жылы апайларымыз, Құдайға шүкір, аға, әпкелеріміз тұр, жеңгелеріміз тұр, баршаңызды Құдай қаласа осы уақытта дәл осындай дастарханда біз сіздерді күтеміз. Міндетті күтеміз. Микрофон жоқ, тілі ақылымыз жоқ. Сондықтан не айтамыз, бүгінгі жасап жатқан тойларымыз осы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Әрдайым осындай қызықшылықта, жақсылықта жолығайық. Мына қаракөзді ұстазымыз басымызда керім басым дейміз. Осындай жігіттердің арқасынан Аллаға шүкір ұстаздарымыз бар екен, біз тәлім тәрбие береміз. Шамамыздың келгенінше. Сіздерге ешқандай неміз жоқ. Шамамыз келгенше жақсы тәлім алдық деп ойлаймыз. Көшеде жүрсек те, басқа қайбір қызметте жүрсек те, әрбір әріпті сіздердің арқылы тани білдік деп есептеймін. Сондықтан не айтамын, өзімізден алдағы аға жеңгелер, әпкелер, мына көрсетіп отырған үлгілерімізге үлкен рахмет. Осы үлгілерімізбен бізде аралығынан қарай өзімізден кейінгі жасарға осы үлгіні көрсете білейік. Амандық болса, осындай жақсылықта тойда жолайық. Рахмет. Енді бір өтінішім бар. Осында баршамыздың дастарханымызды жақсылап жайнауы үшін, ешкімнің шөлдеп қалмай, ешкімнің тамақсыз қалмауы үшін атсалысып жүрген осында біздің арнайы біздің 81-ден жалдап енді дауысы бар 80-ден. Айыпқа бермайсың. Нұрдәулет деген менің Бұры болмайды ғой, қай жұртым бұрайшы. Ассаламалейкум, саламатсыздар.
өте ғажайып, өте бір әдемі бір кеш болып жатыр. Мынау 80-дегі ағаларымызға рахмет. Ол жерде әпшелерімізді көріп бір қуанып жатыр, апайларымызды көріп қуанып жатыр. Достарым, класстастарым айтқандай құда қаласа енді біз осы уақытта осы жерде кездесе берейік, әдемі бір столда дейді. Мынау ағаларыма рахмет, сеніп маған кішкене інім мына жерде басқар деп кішкене басқартқызып жатқанына рахмет. Бәріне рахмет. Ал негізінде біздің анамызды бәрі 81 деп ойлайды ғой. Анау Заттыбек айтқан, Заттыбек сияқты біз қара жігітіміз бар. Негіз ол 80 жылғы да қара болғаннан кейін қалып кеткен ғой 81 болып. Атак бұл арамыздағы старшак бұл. Осы старшагымызға берейік біздің анамызды, ақсақалымызға. Ассалаумағалейкум. Ағалар, апайлар, мынау сіздерге көп рахмет. Басы ием сіздерге. Сіздердің арқасында ғой осы мынау класстастар дегенде барлығымыз Құдайға шүкір қызметте сіздердің арқаларыңызда өйстіп талтайып жүрміз. Сөздің ашығы сіздерге рахмет. Мына ағаларымызға келешекте Құдай қаласа 30 жылдыққа, 40 жылдыққа төрт көзіміз түгел болып жинала берейік. Жезделер көрінбейді ғой, жезделер. Сіздерге рахмет, сол Қазақстанның түкпір-түкпіріне келіп жиналып, 80-дердің келеріне, қуаныштарына не отырғандарыңызға. Сол рахмет сіздерге. Енді мұна микрофон деген қойдың басы емес әрқайсың бір ауыз ел шынын айтқан кезінде. Ал енді мұна 90 сөз толықтай түйінін қойып 82-лер қайда? Келіңіздерші міне. Енді мынау бір өз жігіттің арасындағы бір айрықшасы бар. Осы 82-лер. Кел, Олға, кел енді мынау. Екеуің әдемлеп тұрып бір әдем бір 82-лер қойып берсін нүктесін. Сосын жалпылай би жасайық бір көңіл көтерейік. Ниет бір, тілек бір, келіңіздер ағалар. Барлықтарыңызға сәлем, бүткіл 82-лердің атынан.